Дәстүрлі мерекелік шарада барлық құқық қорғау органдарының басшылары, зиялы қауым өкілдері, қоғам қайраткерлері, құқық қорғау органдарының қызметкерлері қатысты. Салтанатты шараның ашылуында әнұран орындалып, ту көтерілді. Сондай-ақ құқық қорғау қызметінде қаза тапқан қызметкерлерге құрмет көрсетілді. Сіздерге жүктелген міндет аса жауаптылықты қажет етеді. Аймағымызда құқықтық тәртіпті орнату, азаматтарымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі қызметтеріңізді тиімді ұйымдастыруға бағытталған кешенді қолдау шаралары қабылдануда. Соңғы 3 жылда полиция органдарының материалдық техникалық базасын жақсартуға облыстық бюджеттен 8 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Биыл бұл мақсатқа 2 миллиард 800 миллион теңге бөлініп, материалдық техникалық базасы заманға сай жаңартылуда. Салтанатты жиын барысында нәтижелі еңбегімен көзге түскен бірқатар сала мамандары мен ардагерлер облыс әкімінің алғыс хатымен, медаль және төс белгімен марапатталды. Құрмет төрінен көрінген жандардың бірі Байкенжеев Қасымбек. 30 жылдан астам құқық қорғау органдарында еңбек еткен. Осы Қызылорда қалалық іштер бөлімі, Қызылорда облыстық ішкі департаментінде қызмет жасады. Оның ішінде ерекше айта кетейін, шенім полковник, 91-97 жылы Жаңақорған ішкі істер бөлімінің басқардым. Одан кейін 10 жылдан астам қоғамдық қауіпсіздік басқарманы басқарып, зейнеткерлікке шыққанның алдында 3 жылдай ішкі істер департаментінің орынбасары қызмет жасадым. Мен енді осы төл мерекеде қатысты өз әріптестерімді қызметте жүрген, поста тұрған құттықтағым келеді төл мерекесімен. Біріншіден оларға тілегім келеді үлкен денсаулық, үлкен қырағылық, әрқашанда өздерінің қауіпсіздігін сақтай білу. Айта кету керек, 2023 жылдан бері полиция департаментінің аттестациядан өткен қызметкерлеріне облыс бюджетінен 2 миллиард теңгеге жоқ үстемақы төленген. Республикада алғашқы өңірдің барлық аудандағы полиция бөлімдерінде жедел басқару орталықтары ашылды. Қауіпсіздікті күшейту және жедел әрекет ету үшін бейнебақылау камераларының саны артқан. Аудандарда 539 бейнебақылау және 49 жылдамдықты өлшейтін камера орнатылған. Соңғы жылдары мекемеге заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған 128 жаңа автокөлік берілді. Биыл тағы 31 қызметтік көлік пен арнайы құрал-жабдықтар алынбақ. Аружан Серікбай, Нұрдәулет Шадымұрат, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.